Сәлеметсіздер ме менің тұрақты көрермендерім? Сіздермен бірге Ардақ Әлібековна. Маған подписаться батырмасын басып, жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Жазылғаннан кейін өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Достарыңызбен, жақын жуықтарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тыңдап, менің бүгінгі видеомнан сіздер жақсы мағлұмат алады деген ойдамын. Бағана бірінші бөлімінде өздеріңіз білесіздер, мынау ер адамның көйлек салатын коробкасы деп көрсеттім сіздерге. Мен оны өстіп, үстін алып, мынаны мен өстіп жасап қойдым. Енді бетінде тұратын бетін үстін алып тастадым, жартылай кестім, бірақ ең шетін осылай қалдырдым, өйткені әдемілік үшін. Одан кейін мынандай 3 домалақ қалдырдым. Енді бұл коробка бір-біріне киіледі. Енді сабағымызда бұны әрбір сабақта пайдалана беруге болады. Кез келген уақытта. Мен мұнда жаздым. Тапсырма жазып қойдым. Ілік септігінде тұрған сөзді тап. Доптың суға түнде. Ал бірақ жауап біреу ғана дұрыс. Оны мұнда келіп саламыз. Тағы да бір тапсырма жасадым. Зат есімді тап. Келді түнде доп деді. Оны енді мен сіздерге жай көрсетіп жатырмын. Бұны әдемілеп, жақсылап жасайсыздар. Мен сіздерге көрсін деп. Енді баланы тақтаға шақырамыз. Кез келген бір қаламды осы қалған қарақылмен қаптап қойдым. Негізі бұны мен ақылды қалам деп өзім ат қойып қойдым. Негізі сиқырлы қалам десе болады, бірақ сиқыр деген сөз маған ұнамайды. Ал кеттік, оқушы тақтаға шықты. Бірден ол жауабын таңдайды. Ол келеді де, зат есімді тап дегенде, бала мүмкін түнде деген сөзді таңдау мүмкін. Түнде деген кезде мен тартамын, ол шықпайды. Өйткені жауап қате. Жауап доп. Жауап доп. Кеттік. Келесі бізде ілік септігінде тұрған сөзді тап. Ілік септігінде тұрған сөз түнде. Мысалы, бала таңдауы мүмкін. Түндені тартамыз, ол алынбайды. Өйткені жауап дұрыс емес. Бала енді доптың деген сұрақты тартады. Жауап дұрыс. Міне осылай бірнеше сұрақтарды қойып, кез келген тақырыптың бекітуін, қорытындысындағы жаңа сабақты бекітуге болады, үй тапсырмасында сұрауға болады, қайталау сабақ кездерінде. Әсіресе бұл сабақты бекітуге, немесе жаңа сабақты қорытындылаған кезде де пайдалана беруге болады. Бұл әдіс тәсіл ең бірінші қай сыныпқа пайдаланам деп қиналмайсыз. Орта буынға да, жоғарғы буынға да күрделі сұрақтарды қоя беруге болады. Мысалы, құрмалас сөйлемдерге байланысты болсын, немесе үлкен-үлкен тақырыптарды өткенде болсын. Кез келген тақырыпты осы ақылды қалам, ақылды сандық әдіс тәсілімен сіз кез келген сабағыңызды әдемі қылып, әсерлі қылып өткізуіңізге болады. Сіздермен болған Абдыханова Ардақ Әлібековна. Пайдалы кеңес және мұғалімге көмек каналыма жазылып, менің видеоларымды көріп, әріптестеріңізбен бөлісіп, әрқашан менімен бірге болыңыздар. Аман, саулықта болайық.